сабақтың ортасында немесе сабақтың соңында сабақты қорытындылау үшін өте тиімді әдістердің бірі бұл қатеңді тап, түзет әдісі. Яғни қолданылуы және тиімділігіне тоқталатын болсақ, мұғалім оқушыларға мәтін таратады, бірақ мәтін ішінде қателер болады, қате жазылған мәтін. Жылдарға байланысты немесе адам аттарына байланысты ішінде қателер жібереміз. Соны оқушылар мұқият оқып, ішінен берілген қатені табу керек. Яғни оқушылар бір жағынан мәтінді жүйелі оқиды, одан кейін өтілген тақырыпты қайталау үшін өте тиімді. Қазір сіздерге бір мәтінді мысал ретінде көрсете кетейін. Бұл жақта Қазақстан тарихына байланысты біз мәтінді талқылаған болатынбыз. Яғни қазақ халқының саяси бытыраңқылығын жойып, мемлекет етіп құру Тоғылық Темірдің ұрпақтары Керей мен Жәнібек сұлтандардың үлесіне тиді. Яғни бұл жерде біз білеміз, Тоғылық Темір емес екендігін, яғни ол Тоғылық Темірді сызып оқушылар оның орнына Ұрыс ханның ұрпақтары деп жазады, яғни Ұрыс ханның деп жазады. Сол сияқты келесі Керей мен Жәнібек сұлтандардың келуіне Моғолстан ханы Әмір Темір қарсы болмаған. Яғни бұл жақта біз білеміз, Әмір Темірдің Моғолстанға қатысы жоқ, яғни Әмір Темір Моғолстанның ханы емес, оның орнына кім болды бізде? Есенбұға, яғни Әмір Темірді сызып тастап, оның орнына Есенбұға деп жазады. Сөйтіп қатемен жұмыс жасайтын болады. Жылдарға келетін болсақ, келесі Қазақ хандығы 1465-66 жылдары құрылғандығын білеміз, бірақ та біз о жаққа әдейі қате 1365-66 деп жазып қоямыз. Яғни оқушылар сол жақтан қатені табу керек. Көбінесе оқушылар 65-66 деп қана айтады да, 1300 ба 1400 ба сол жақтан шатасады. Осындай жылдарды осылай қолдансақ өте тиімді болады. Яғни оқушылар 1365-66 емес, оны сызып, оның орнына 1465-66 деп жазады. Бұл әдіс сабақтың соңында қолдануға өте тиімді, яғни қатемен жұмыс жасау үшін, одан кейін өз білімін бекіту үшін өте тиімді. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, колокольчикті басып қойыңыздар. Алдағы уақытта тағы да түрлі әдіс тәсілдерді салып сіздермен бөлісетін боламыз.